Нұр-Сұлтан тәуелсіз еліміздің бас қаласы, отанымыздың жүрегі, мәдениеттің ошағы, ғылым мен білімнің ордасы. Арқаның төрінде сылдырап аққан есілдің жағалауында орналасқан айбынды астанамыз жас та болса болашағынан зор үміт күттіретін қала. Нұр-Сұлтан арқылы жаңа Қазақстан өзінің отауын тікті. Оның болмысына бүкіл қазақ елінің рухы сыйып тұр. Мұны қаланың әрбір көшесінен, әрбір бұрышынан көруге болады. Көкке шаншылған бәйтерек, самұрық құстың алтын жұмыртқасын аспанға көтерген алып киелі ағаш, бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге ұмтылған ұлы мақсат көрінісі. Олай болса, осы астанамыздың өткен күндеріне сәл шегініс жасап, тарихты таразылап өтсек. 1000 лет назад в бескрайних степях Казахстана переплетались караванные пути. Люди проходили по пустынной величественной земле и однажды решили остаться. В 1830 году на правом берегу реки Ишим был возведен форпост, вокруг которого вырос город Акмолинск. В 1961 году название города изменили на Целиноград. Дело в том, что именно здесь происходило активное освоение целины, а для Советского Союза целинный край имел государственное значение как источник зерновых культур. Следующее широкое известное имя города – Астана, то есть столица. Такое буквальное переименование было связано со статусом, который он приобрел в 1998 году. On March 20, 2019, the capital was renamed from Astana to its current name Nur-Sultan in honor of the long-ruling Kazakh president Nursultan Nazarbayev, shortly after his resignation. Nur-Sultan can be read literally as Radiant Sultan in the Kazakh language. Winters in Nur-Sultan make it consistently among the 3 coldest capital cities on the planet along with Mongolia's Ulaanbaatar and Canada's Ottawa. One popular nickname for Nur-Sultan is the Dubai of Central Asia, reflecting the city's modern architecture. The Kochatir shopping mall in Nur-Sultan is also the world's biggest tent. Other futuristic architectural structures in Nur-Sultan include its Palace of Peace and Reconciliation, 60-meter-high glass pyramid, Central Concert Hall which resembles a blossoming flower, and Beit Erik, a tower rising 100 meters that looks like a giant lollipop to some tourists.